Bir адам күнәға батып қалды, жамандыққа кіріп қалды, дүниеви әлсіздікке жолығып қалды, мал мүлкі күйген болуы мүмкін, бала шағасынан бір қиыншылық көрген болуы мүмкін, ибадатта әлсіздік болып қалды. Тура шайтан оған: Аллах сені тастап қойды, болды, сен ешкім емессің, осындай күнәларды істедің, Аллах сенен бет бұрған пендесің сен. Түсінікті ме жоқ па? Сен біттің, сол үшін сен жаман адамсың, сені сол үшін де момындар жек көреді. Осыған ұқсаған мың түрлі уасуастарды шайтан келтіреді. Осы уақытта қорқу деген нәрсе егер күшті болатын болса, адам мүлдем тайып кетеді жолдан. Осы уақытта жақсы көру деген негізбенен бірге үмітті күшейту керек. Иә, мен күнәлі пенде екенім анық. Бірақ менің Раббім мейірімді ғой. Менің туған әке-шешемнен көре маған мейірімдірек қой. Аллах өзі тауба қылған адамның күнәсін бәрін кешірем деп уәде берген ғой. Менің күнәм Аллахтың мейірімділігінің алдында не тұрады? Аллах сондай Аллахта мен пайғамбарына қарсы болған пенделерді кешірген болса, мені неге кешірмейді екен? Аллах әлі маған денеме күш беріп, жанымды алмай тұрып, маған уақыт беріп жатыр ғой, тәуба қылуға жағдай беріп тұр ғой деген үміттерді қозғату керек жүректегі. Осы менен адам сәлемет қалады. Уаилля, егер күнә істеген уақытта, қиын жағдайға түсіп тұрған уақытта үмітсіздігі күшейіп кететін болса, қорқуы күшейіп кететін болса, ол уақытта адам қателесіп қалады. Оның терісінде, неғматта, күште, бүткіл барлығы жақсы болып тұрған уақытта да және үміті күшейіп кететін болса, қорқуы әлсірейтін болса, ол адам үшін күнә істеу жеңіл болып қалады. Жамандыққа аяқ қою жеңіл болып қалады. Сол үшін жалпы жағдайда адам Аллах субханаху ва таалаға болған махаббаты, пайғамбарына болған жақсы көруі, және сонымен бірге қорқу мен үміт етудің арасы жақын болу керек. Қашан егер жүрек, Шейх Ислам Тайми рахимахулла айтқандай, қашан егер жүрек осы үш нәрседен бос болады екен, оның бұзылғаны сонда болады. Ол бұзық жүрек болады, Алла сақтасын. Қорқатын кезде қорқпаса, үміт ететін кезде үміт етпесе, істеген жақсылығын Аллахқа болған махаббатпен істемейтін болса, жүрек осы жақсылықтардан бос болатын болса, ол жүректің бұзылғаны болады. Ол жүректі тірілту керек, ояту керек. Ол жүрекпен біраз адам жұмыс істеу керек болады.